Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бар жоғы 5 минутта 4 қана ингредиент қосылатын салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен 40 қабатты ұсақтап турап аламыз. Егер 40 қабат үлкен болса, онда осылай бейнеде көрсетілгендей ортасынан тағы да бір рет бөліп алыңыздар. Дайын туралған 40 қабатты ыдысқа саламыз. Содан кейін сүрленген тауық етін тураймыз. Негізі тауық етінің орнына шұжық қосуға да болады. Бірақ мен тауық етін қосам. Қабығын алып тастаймын. Негізі қабығымен де турауға болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Мен бірақ тауық етінің қабығын қоспаймын. 4 бұрышты етіп тураймыз, кішкене үлкендеу етіп. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда көптеген рецепттер бар, және де тұрақты түрде бөлісемін. Сол үшін каналыма тіркелі барлық рецепттерді қарап шықсаңыздар болады. Өзім тұрақты жасайтын, тексерілген рецепттермен ғана бөлсем. Тауық етін ыдысқа саламыз. Содан кейін жүгеріден кейін кептірілген нан саламыз, яғни сухарики саламыз. Осы 4 ингредиент қана қосылады бұл салатқа. Ең артынан майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Майонезді қосқаннан кейін, егерде дәмін көресіздер осы салаттың, тұз қосу қажет болса, аздап дәміне қарай тұз қосыңыздар. Бірақ кейде тұз қоспай-ақ майонездің өзі жеткілікті болады. Салат дайын, баршаңызға ас болсын. Егер осы рецепт пайдалы болса, салат дайындасаңыздар, төмендегі комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.